Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге осындай медиантыдың жасалу технологиясын көрсететін боламын. Қазіргі таңда бұл сұранысқа ие бомбоньерканың бір түрі. Сондықтан да видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Ал кеттік. Ол үшін бізге темперированный шоколад қажет. Шоколадты темперировать етудің видеосы менің каналымда бар. Және де мен осы видеоның астына ссылкасын салып кетемін. Және бізге осындай орешкалар қажет, посыпкалар қажет. Темперированный шоколадты кондитерский мешокқа салып аламыз да, аузын ыңғайлап қайшымен қиып алып, жұмысқа кірісеміз. Мен қолданып жатқан форма, бұл поликарбонатный форма деп аталады, медиантыға арналған. Бұны мен Астекордан сатып алдым, кондитерский магазиннан. Бұндай формалардың пластиковый түрлері де болады. Бұл формаңыз қолданар алдында міндетті түрде таза және құрғақ болу керек, бір тамшы суда болмасын, себебі шоколад суды ұнатпайды. Осылай әдемілеп айналдыра отырып шоколадымызды құямыз. Міндетті түрде шамаңыз келгенше тезде жұмыс жасауға тырысыңыз, себебі шоколад темперированный, ол тез өз формасын ұстап қатып қалуы мүмкін. Шоколадты құйып болғаннан кейін форманы жақсылап тұрып осылай столға ұрғылаймыз. Артық ауа шығып кету үшін және де шоколад өз формасын алып бірдей бір қалыпты болып құйылу үшін. Жетпей қалған жерлерін осылай шоколадпен қосып жіберулеріңізге болады. Енді декорға кірісеміз. Әркімнің өзінің талғамына және өзінің фантазиясына қарай осылай әдемілеп жасай берсеңіздер болады. Міндетті түрде орешки қосыңыздар, сол кезде шоколадтың дәмі ерекше, тәтті, үйлесімді болып шығатын болады. Молочный шоколадқа арахис, осындай кешью, асқабақ дәнегін қосқанда өте дәмді болып шығады. Өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай, фантазияларыңызға қарай осылай әдемілеп әрлей берулеріңізге болады. Интернетте дизайндардың түрі өте көп, содан қарап алып, өздеріңізге ұнаған дизайнды жасасаңыздар болады. Және де декорға осындай кондитерский посыпкаларды қолдануға болады. Бұлар рисовые шарики деп аталады. Кондитерский магазиндарда сатылады. Әртүрлі түстері болады. Бұлардың ортасы жұмсақ және де кішкене тәтті дәмі бар. Енді дайын медиантымызды холодильникке 1-2 сағатқа қатыруға қоямыз. Шоколадымыз дайын болды. Дұрыс темперировать етілген шоколад формадан оңай әрі тез шығатын болады. Және де сырты осындай жылтыр, әдемі, қолда ерімейтін болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Медиантты әдемілігі үшін пищевой кондуренмен бетін жылтырлатып себуге болады. Сонда медианттың беті әдемі болып шығады. Дайын медианттарды осылай әдемі қаптамаға салып, қазіргі таңдағы трендтегі бомбоньерка қылдырып жасасаңыздар болады. Өте сұранысқа ие. Егер де видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, астына комментарий жазып өтіңіздер. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта әртүрлі шоколадтан жасайтын сыйлықтарды
түсіріп көрсететін боламын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.